Әр нәрсенің өзінің бір белгіленген уақыты бар ғой. Сол секілді құрбандық шалудың да өзінің жаңағы белгіленген уақыты бар. Ол айт намазы оқып болғаннан кейін, яғни 27-ші мамыр күні алматылықтар таңғы сағат 6:00-да айт намазын оқып болғаннан кейін, шамамен 6:30-нан бастап бұл құрбан шалуға кірісуге болады. Содан 29-ші мамыр ақшам намазы, яғни күн батқанға дейін осы аралықта орындауына болады. Әрине абзалы бірінші күні делінген, құп көрілген. Тіпті бірінші күні білесіздер, бізде демалыс ол күні жарияланып отыр. Сондықтан бірінші күні, яғни шалуға тырысуы керек. Бірақ әртүрлі жағдай болады. Біреу үлгермей қалады, біреу сапарда болуы мүмкін, біреу мүмкін жаңағындай жұмысы ол күн оның жаңағы вахтада сияқты сондай бір жұмыстарда болуы мүмкін. Сондықтан осындай адамдар екінші күні, үшінші күні жаңа күн батқанға дейінгі уақытты пайдалана алады. Алайда жаңағы мына осы 27-ші мамыр таңғы сағат 6-ға дейін шалынған құрбандық ол жарамсыз болады. Ол отбасымыздың қажеттілігі үшін сойылған мал секілді болып қалады. Сондықтан жаңағы мен бір күн бұрын қолым бос болып тұр еді, осы күні шалып сосынша сапарға шықсам деген секілді ол дұрыс болмайды. Уақыты кіру керек. Содан кейін барып жаңағы белгіленген осы 27 мен 29 мамыр аралығында осы құрбан шалу шарасы өту керек.